Арма қазағым, бүгін Әлихан Бөкейхановқа қатысты бір видео көрген едім, оның ұрпағының тағдыры туралы. Мен сондай Әлихан Бөкейхановқа баяғыдан ренжуім бар, және сол Әлихан Бөкейханов сияқты ер азаматтарға, ондай ер азаматтар қазақтың ортасында әлгі уақытқа дейін бар негізінде. Сонымен неге мен ренжимін? Әрине, Әлихан Бөкейханов қазақтың қызымен шаңырақ көтермеді, себебі қазақтың қызы оқымағандықтан емес, ол жай ғана сылтау болады. Жай ғана Әлихан Бөкейхановтың қазақтың қызының бет әлпетіне көңілі толмағандықтан, ол өзге ұлттың өкілінен қатын алып, ақыр аяғында тұқымы не болып кеткенін біз барлығымыз жақсы білеміз. Сонымен қоса, мен үшін ол анық нәрсе, Әлихан Бөкейханов шоқтанған адам болады. Себебі шоқтанбаған болса, ол қызының атын Елизавета, ұлының атын Сергей деп қоймайды. Есі дұрыс қазақ шоқтанбаған, ол баласының атын олай қоймайды. Сондықтан ол мен үшін анық нәрсе болады. Ол туралы еш жерлерде жазылмаған болса, ешқандай айтылмаған болса, бәрібір мен үшін Әлихан Бөкейханов ол шоқтанған адам болады. Сосын мына әрине Әлихан Бөкейханов сияқты ер азаматтар тарихта және әдебиетте ондайлар көп болған, аңызға айналып кеткен еркектер деген сияқты. Мысалы, Самсон мен Далила Фемистимилияның әйелі болады, және еврейлерге қарсы келатқан жаудың өкілінің ортасынан шыққан әйел болады. Соған қарамай, жаңағы Самсон деген кейіпкер Далилаға үйленеді. Ақыр аяғында Далила Самсонды сатып кетіп, Самсонның түбіне жетеді. Сосын жаңағы ұлы Ескендір Роксана деген парсы қызға үйленеді, өзі грек болып тұрып, Роксана дегенге үйленеді. Сөйтеді да Роксана Александрдың жаңағы өлген туралы хабар келген кезде не істейді? Ол алдымен барады да жаңағы басқа әйелдерден қалған тұқымын Александрдың барады да өлтіріп тастайды. Не деген жауыз десеңізші. Ондай примерлер көп, жаңағы эффект Самсона деп аталынатын Самсонның әсеріне ұшыраған біздің Әлихан Бөкейхановта бар. Көбіне мен де шетелден оқыдым, қазақ жігіттермен кездескен кезде шетелден оқыған, не қылған деген сияқты. Барлығы олар қазақ қыздарды менсінбейді, көбісі енді менсінбейді, жарайды, бәрі демей ақ қой, көбісі менсінбейді. Оларға ақ нәсілді қыздардың барлығы бір гран-при сияқты болып көрінеді. Соны қолыма алсам, қолыма түсірсем деген сияқты сол мақсаттары. Сондықтан не айтарым мына қазақ жігіттерге, Самсонның әсерінен абай болыңыздар. Аман бол, қазағым.